жұлдыздың өмірінен үзінді. Осы сәттің қадірін біл. Уақытты кері қайтара алмайсың. Әне міне дегенше жазғы демалысты келіп қалды. Бірақ бұл демалыстан маған пайда жоқ. Үйдің тірлігі, сосын жұмыс. Сосын үйдің тірлігі, сосын жұмыс. Сосын үйдің тірлігі, сосын жұмыс. Қысқасы солай жалғаса береді. Ал мен өзім жайлы айтпаппын ғой. Менің есімім Жұлдыз. Мен бірінші курс студентімін. Журналистика саласына оқып жүрмін. Бұл деген тілім бар деген сөз ғой. Өзімді мақтасам, тоқтай алмай қалармын. Атын басын осы жерден қайрайым. Бүгін қарапайым күндердің бірі. Жоғарыда сонша қиналып тұрып айтқан жұмысым сатушы ғой. Сол жұмысымнан шығып таксиге міндім. Жұмысым ауылдан 15 минуттай жол жақтағы қалада еді. Таксиде отырмын. Қасымда жастау жігіт отыр. Екі көзі менде, мына менде. Маған несіне қарап отыр. Шашымды орап түйіп алғам. Кекілім ит талап кеткендей. Үстіме ағамның футболкасы мен трико, аяғыма макасы киіп алғам ғой. Бірақ әлі қарап отыр. Мен оның бұл ісіне ашуланып, не қыз көрмеп бе едің? Көзіңді ойнақшытпай жинап отыр, деп бұйыра сөйледім. Сонда ол жай жымиып қойды. Расында мен сияқты қызды көрмеген шығар. Іштей аздап қысылып отырмын өзімде. Шынымды айтсам, түрі келіскен ақ жігіт екен. Қаланың баласы екені көрініп тұр. Ұқыпты киінген. Ал менің түрім мынау. Мен таныса салайын ба деп қоям. Жоқ, керек жоқ. Мен арпаласып отырып, көшеме де жеттім. Ақшасын беріп, түскенім сол еді, әлгі жігіт те артымнан түсті. Бұл оңбағанға не керек деп қоям. Әрине ішімнен. Жаймен алға жүре бердім. Ал әлгі жігіт артымнан жүре берді. Осының бір арам пиғылы бар ау. Ағам мен Джеки Чаннан үйренген тәсілдерімді қолданатын уақыт жетті. Артыма бұрып қолымды Джеки Чан тәрізді етіп тұрдым да, ішіне аңқ еткіздім. Созым бұлазау деп, ағам көрсеткенде аяғымды оның аяғына тіреп, аударып жібердім. Әлгі жігіт бірдеңелерді айтып жатыр. Оны тыңдап тұрған мен жоқ. Мен өз күшіме тамсам тұрғамда алдымнан ағам келе қалды. Ағамды көріп қатты қуанып кеттім. Арттағы жігіттен енді еш қауіп жоқ екенін сенімді болып, аға деп ағамды құшақтап алдым. Ағам жымиды да менің артымдағы жігітке қарап, көзі шаранасына шығып кете жаздады. Ол «Досик» деп қасына лезде жетіп орнынан тұрғызды. Мен «Жасик аға, сіз бұны танисыз ба?» дедім. Сол жерде ағам бәрін түсіндірді. Әлгі шырттай киінген жігіт менің ағамның жан досы Досжан екен ғой. Сол жерде ұяттан өлуге сәл қалдым. Үшеуміз үйге келе жатырмыз. Мен шетте, ортада ағам, арғы шетте Досжан. Менің екі бетім алмадай қызарып келе жатыр. Ал ағам күлкіден жарылып кетердей, Досжанында үн жоқ. Бұл үнсіздікті ағам бұзды. «Досик, сен маған ренжіп жүрме. Бұларды мен үйреткен жоқ. Бұл қыз Джеки Чанның шәкірті ғой» деп тағы да айғайлап күлді. Күлкісін бүкіл әлем естіген шығар. Досжанның түрі бұзылып маған қарады да, 5 жасар қыз сияқты деп жақтырмаған көзбен қарады. Екеуміз осылай бір-бірімізді жақтырмай, бір-бірімізді қазір көзбен атып түсірердей болып үйге келдік. Міне үйге де кірдік. Досжанды анам да күтіп отыр екен. Есіктен кіре сала, «Қонақ бала, қалай жақсы жетіп алдың ба?» деп асты үстіне түспесі бар ма? Мен бұл жағдайға одан да қатты ашуланып, қаным басыма шауып жатыр. Менің ашуланып жатқанымды көрген Досжан риза болып қарап тұр. Мен одан да бетер ашуланып, менің ашулы түрімді көріп бақыттан басың айналып тұр сірә дедім. Ол күліп, «Қайдан біліп қойдың, деп қасын көтерді. «Қалай білмейін, түрің 7 ай болып тұр ғой» деп көзімді бақырайтып қарадым. Сол кезде анам, «Жұлдыз, қонақ балаға мінезіңді көрсете бергенше, киіміңді ауыстырды бері кел» деп қатаң қатты. Мен Досжанға жаман көзмен қарап, бөлмеме кетіп қалдым. Бөлмеме кіріп, тез футболка мен трикомды киіп, шашымды шешіп, қайтадан орадым да айнаның алдында тұрған қаламды тығып қойдым. Міне, 5 минут болмай дайын болдым.
Тез анамның жанына бардым. Ол дастархан дайындап жатыр екен. Мен оған көмектесейін дедім де заттарды үстелге таси бастадым. Ағам керемет етіп балық қуырып жатыр. Ал біздің қонақ баламыз телефонды жаңа көргендей болып төрде отыр. Бір кезде қызым қонақ баланың алдына шекер қой деді. Мен қолыма шекерді алып оның жанынан өте бергенде байқамай әдейі телефон қағып кеттім де. Ой, байқамай қалдым деп өтірік жымия салдым. Ол да өтірік жымиып телефонын алды. Мен кері өтіп бара жатқамда бірдеңеге шалынып жерге жалп ете қалдым. Сол сәтте әлгі оңбағанның істеген бірден білдім де жатқан орнымнан тұрмай, ай аяғым ай, өлтіріп барады деп бар даусымен айғайладым. Арғы жақтан ағам, бергі беттен анам жүгіріп келді. Не болды? Бәрі дұрыс па қызым деп ағам мен анам сұрақтарын жаудыра бастады. Досжан, кешір деп қасымда отыр. Өтірік, мүләйінсуін қараш деп қоямыш мен. Түрімді мұжып тұрдым да. Ештеңе етпейді. Әдейі істемедім ғой, сәл отырсам қояр деп жайғасып отыра кеттім. Анам, демала ғой, өзім дайындаймын деп шығып кетті. Ағам балығына кетті. Мынау шибұтпен бір бөлмеде қалу қиын. Ол маған қарап тағы да риза болып отыр. Енді ұрысайын деп жатқамда ағам балықты алып келіп қасымызға отырды. Анам да шай алып келді. Әкем жұмыста. Ол 15 күн жұмыс істеп 3 күн демалатын еді. Жақында келе қоймайды. Төртеуміз үстел басында отырмыз. Тыныш отырып жеп ішіп жатырмыз. Болған соң анам өзі жинайтын айтты. Бәріміз бөлмелерімізге тарадық. Анам, балалар қайырлы түн, жақсы ұйықтаңдар деді. Бәріміз рахмет айттық. Мен Досжанға қарадым да, ей Шибұт, түсіңде мені көріп шошып оян дедім де бөлмеме кіріп кеттім. Таң атты. Мен жұмысқа баруым керек. Бүгін таксиге ақшам жетпес анық. Автобусқа үлгеру үшін үйден тез шығып кеттім. Автобусқа мінгенім сол еді, артымнан бойы ұзын бір жігіт мінді. О, құдайым-ау, мынау Шибұт па тағы? Ол да маған қаратты. Ай, жарты метр, тағы сен бе деді. Мен оған сораймай ары кетші, бойың тым ұзын деп бақырая қарадым. Ол күліп жіберді де, менің бойым ұзын емес, сенің бойың қысқа деді. Сол сәтте кондуктор апай оның аяғын басып кетті. Мен рахаттана күліп алдым. Кондуктор апай, кешір байқамадым. Жол ақысын бересің бе деп сыпайы ғана ақшасын алды. Маған келді де, маман қалай, отбасың аман ба? Автобуспен жүрмей кеттің. Ақшаң көбейді ме? Деп сөйлеп тұрып аяғымды басып тұр. Мен аяғым деп едім. Әлгі апай кешір деместен әлі әңгімесін айтып тұр. Сол сәтте мен жынданып кеттім де, апай, не мынаның аяғы? Аяқты менің аяғым таяқ па деп бір қылдай жөнелдім. Шибұт күлкіден жарылға шақ қалды. Мен тағы да оған ашулы көздермен қарадым. Ол күлкісін тыйған жоқ. Міне, түсетін жерімде келді. Не? О, құдайым-ай, Шибұтты менің артынан түсті ме? Жынданып өлетін шығармын. Қайда бармақ өзі? Мен дүкенге кірдім. Үстіме арнайы формамды киіп алдым. Бір кезде дүкенге бастық кіріп келді. Артында мен сияқты киінген жігіт. Бұл біздің қонақ бала. Шибұт қой. Бастық кіре сала шашыма қарап, Жұлдыз, сен мына шашыңмен клиенттерді қорқытасың ғой. Қанша айттым саған. Тілші болам дейсің, мына шашыңмен теледидарға да шығармайды сені деп ашуланып кетті. Мен, мырза, ки деген формаңызды кидім. Шашымды ешқашан өзгертпеймін, ешқашан деп қырсығып тұрып алдым. Ол сәл өзін жұмып тұрды да, жарай, танысып қой, бұл Досжан. Дүкенге ер адамда керек екен деп ойладым. Сондықтан бұл жігітті жұмысқа алдым. Сәттілік деп жымиды. Мен, мырза, маған көмекші керек емес. Өзімде жақсы жұмыс жасап жүрмін. Бұны алып кетіңізші деп бастыққа әдемі көздермен қарадым. Дәл Шректегі мысық сияқты. Бірақ бастығымыз зұлым жалмауыз екен, ондай көзге алданбайтын. Мен жұмыс істейді дедім, болды. Немесе өзің басқа жұмыс тап деп өзіме ұрсып берді. Мен бастықтың қолына жармаса кеттім де жалына бастадым. Мырза, алып кетіңізші бұны. Алып кетсеңіз шашымды ешқашан түймейтін боламын, мырза.
бірақ әсер етпеді. Жалмауыздан да жалмауыз. Ол кетіп қалды. Ал Шибут ажалың менен басық кеткен соң Досжан маған қарады да: қандай жарасымды шаш деп кекете күлді. Мен де өтірік қана деп күлдім де орныма отырып алдым. Ол да екінші орында. Сол сәтте клиент келді. Досжан екеуміз бірдей атып тұрдық. Я, не іздедіңіз? Бұл сөзді де екеуміз бірдей айтып қалдық. Алдымызда тұрған әже екеумізге қарап күлді де: балалар, нан бар ма? Маған екеу деді. Досжан енді келген соң білмейді. Мен қуанып кетіп, әрине әже деп нанды алып әжеге бердім. Ол ақшасын берді де Досжанға қарап: жарайсың балам, осылай қызыңа жол беріп тұру керек деп жымиып, бақытты болыңдар деп шығып кетті. Досжан маған қарап тұрды да: Құдай сақтасын деді. Мен одан да қатты шуланып: кетші деп қайтадан отырып алдым. Досжан маған әлі қарап тұр. Мен расымен ойын кетіп жатыр ма деп өліп күлдім. Ол болса: сенің болашақ жігітің туралы ойланып, оны аяп тұрмын. Жарты метр. Сені жақсы көріп қалғанша асылып өлген дұрыс қой, деді. Мен түрімді бұзып қарадым да: бір апта уақытың бар. Неге? Асылып өліп үлгеруіңе дедім де құлағыма құлақ қап тағып көзімді жұмып алдым. Міне осылай жұмыс күні өтті. Мен таксиге мініп үйге келдім. Шибут өз үйіне кетті. Мен қанша күн шыдай алар екем, ойдың жетегінде жүріп үйге де жетіп қалдым. Үйде мені тағы да бір тосын сый күтіп тұрды. Үйде бөтен әйел отыр екен. Бірақ тосын сыйдың көкесі қазір асханадан шықты. Асханадан. Ол менің әкем. Жақында келе қоймайтын әкем. Мен оны көріп қуанып кеттім. Әке, сізді қатты сағындым деп мойнына асыла кеттім. Әкем мойнынан жайаластатып: қызым-ау, еркелігіңді қоятын уақытың болды ғой. Одан да қонақтармен жөндеп сәлемдес деді. Мен бұртия қалдым. Артыма бұрылып бәріне қарап тұрдым да: бәріңе сәлем. Мен Жұлдыз Аскаровна боламын. Болашақ журналистика. Яғни журналистпін. Танысқаныма қуаныштым. Ас болсын дедім де бөлмеме кіріп кеттім. Содан не керек? Киімді ауыстырып, жатып алып рахаттана ұйықтадым. Көзімді ашсам, дала қараңғы болып кеткен сияқты. Басым ауырып тұр. Асханаға барсам, бәрі үстел басында отыр. Әй, арамылар, мен сіз қалай тамақтанбақсыздар, деп үстелге отыра кеттім. Әкем басқаша көзқараспен қарады да: қызым, сен үлкен болдың. Енді өзге үйге кететін уақытыңды жетіп қалды. Бүгін келген әйелдер саған құда түсіп келді. Ал мен келісімін бердім. Бәрі сенің қамың үшін қызым деп мұңайып қарады. Менің жүрегім қарсы айырылып кеткендей болды. Мен: әке, мен күйеуімді көрген жоқпын. Келісе алмаймын, дедім де бөлмеме кетіп қалдым. Сосын жайлап олардың сөзін тыңдап тұрдым. Күйеу бала жақсы, айтқан сөзді тыңдайтын, үлкенге қарсы шықпайтын жігіт екен. Жақсы болады бәрі деп жатты. Мен жыным келіп ұйықтап қалдым. Азанда ешкімге көрінбей жұмысқа кетіп қалдым. Дүкенге кіріп формамды киіп отырып жатқаным сол еді. Шибут та келіп қалды. Келдің ба? Мен сені бір аптаға жетпей асылып қалдыма деп отырсам. Қызық болды деп орнынан отыра кетті. Маған сол кезде тым арам ой келді. Досик, маған құда түсіп келіп жатыр. Жігіт іш пыстырарлық сияқты. Ата-анама мені жақсы көрем, ешкімге жібермеңіздеш. Күйеуім үйленіп кеткенде айта салам әншейін айттық деп осы сөздерді айтып оғанда Шректегі мысық сияқты қарадым. Ол көзі бақырайып кетіп: болмайды, айта алмаймын олай, жоқ деп қорқып кетті. Мен оған 2 сағат жалынған шығарым. Бірақ соңында көндірдім. Бүгін екеуміз біздің үйге барамыз. Ол: ағаңа ескертіп қояйық, әйтпесе екеумізде ұрыс естейміз деп Жасикке қоңырау шалды. Жасик аға бәрін тыңдап болып: иә күйеу бала, сендерді күтеміз деп айғайлап күлді. Мен ашуланып: аға, бұл туралы үйдегілер білсе сенің басың кетеді дедім. Міне екеуміз жұмыстан шықтық. Мен бармай-ақ қояйыншы деп Досик аянышты түрмен қарады. Мен жаман көзмен қарап: мен саған шынымен тұрмысқа шығып алайын деп жатқан жоқпын ғой, қойша, мыңғырламай деп ұрысып бердім. Досик екеуміз үйге кірдік. Анам қуанып: о, қонақ бала, кел кір деп ас бөлмеге кіргізді. Мен бөлмеме бара жатып: мен шыққанға дейін айттып қой, бол деп сыбырлап кетті. Бір кезде: не рас па? Қандай жақсы деген анамның даусы шықты.
Әкем күліп жатыр. Қызық, не болып жатыр екен? Мен тез киімді ауыстырдым да асханаға бардым. Досик бәрін айтқан сияқты. Енді құдалардан ұят болды ау деп, қайғырмайды ғой деп, бұлар жарайды. Не болып жатқан білейін деп бардым. Әке, маған ренжулісіз ба? Кешіріңіз, құдалардан ұят болды ғой деп майыса сөйледім. Әкем тағы күлді. Досикке қарасам көзі бақырайып отыр. Тап бір әруақ көргендей. Мен не болып жатыр деп шыдамсыздана үн қаттым. Әкем болса, отыра ғой қызым, мен бәрін түсіндірейін деп жымиды. Мен жаймен отырып мұқият тыңдап отырдым. Қызым, сен маған қарсы келмесін деп едім, бірақ ала бәрін реттеп қойды. Кешегі келгендер сені Досжанға айтырып келген еді деп рағаттана күлді де, болды. Ертең тойда ақылдасамыз деп жымиды. Мен Досикке қарап, жүрш Досик деп далаға алып шықтым. Ол артымнан шықты. Мен жыламсырап, енді не істейміз дедім. Олды қобалжып, мен әкеме қарсы шыға алмаймын деді. Жоқ, мен тұрмысқа шыққым келмейді. Біткен жерім осы шығар. Жоқ, болмайды. Енді не істеймін? Досик бетіме қарап ойланып тұрды да. Мен сенімен бақытты бола қоймаспын. Саған үйленсем, той болған күнің ертеңде жаназам болатын сияқты ғой. Құдай сақтай көр деді. Мен одан да бетер ашуланып, онда міндетті түрде саған тұрмысқа шығамын деп жауап бердім. Ол, мен қалайда саған үйленбеуім керек айтпақшы. Сен айтқан іш пыстырарлық күйеу жігіт мен ба сонда? Сен деп күліп жатып, мен осы шибутқа берейін деп жатқан есіме түсіп кетіп, ашумен оны бір тептім. Ол көз орбитасынан шығып кетейін деп, не болды? Менен саған не керек осы деп ұрсып берді. Мен оған, ұрыспа маған, сен олай қалындығына ұрсасың деп едім. Ол күліп, жарайды қалындығым деп бәрі қасын көтерді. Жынданып кететін шығармын. Бұл шибуттан құтылудың жолы жоқ па сонда? Неткен бақытсыз жан едім. Шибутқа ашуланып қарадым да, әкеме бет алдым. Әке, бізге асығудың қажеті жоқ деп шештік. 1 жылдан соң үйленеміз деп шештік, дей салдым. Әкем таң қала қарап, құдалармен ақылдасу керек деп қысқа қайырды. Мен демедім. Енді Досиктің отбасы келсе болды. Мен шибутты іздеп сыртқа шықтым. Ол жоқ, кетіп қалған ау шамасы. Мен қайтадан үйге кіріп, бөлмеме барып ұйықтап қалдым. Керемет той көйлегіндегі қыз, бойы ұзын, жігітпен жарасы кеткен. Сондай жарасымды жұп. Бұл Жұлдыз бен Досжан ғой. Досжан жаймен Жұлдызға қолын созды. Жұлдыз жымиып қолын берді. Екеуі келе жатқанда Досжан Жұлдыздың аяғын шалып қалды. Жұлдыз той көйлегімен жерге жалп етіп қалды. Бүкіл қонақта үстінен келе бергенде Жұлдыз оянып кетті. Бұл түс екен. Бұл бәле тіпті түсімде жыныма тиіп жүр ғой. Деп қолыммен басын қаси бастадым. Сол сәтте есік ашылып, анам кіріп келді. Қызым, қайын жұртың келді, тұра қойғане деп шығып кетті. Жоқ, менің қайын жұртым Жұлдыздың қайын жұрты, Жұлдыздың күйеуі, Жұлдыздың енесі, Жұлдыздың мүмкін емес. Өмірім не болып барады? Мен тез киініп, қайын жұртымен сәлемдестім. Олар маған риза болып мақтау сөздерін жаудырып жатыр. Дәл ортада быттиып шибут отыр. Мен оған жаман көзмен қарадым да, анама көмектесуге ас бөлмеге кеттім. Анашым, маған әлі ерте неге түсінбейсіздер деп еркелей сөйледім. Ол, қызым, ол туралы әкеңмен сөйлес. Бірақ ол мұндай сүйкімді көздеріңе алдына қоймас. Себебі ол күйеу бала сияқты аңқау жан емес деп жымиды. Әлгі шибутта аңқау дейді ғой тегі. Аңқау түгі де жоқ. Нағыз қол деп жатқанда асханаға шибут кіріп келді. Анашым оған риза болып, күйеу бала, саған көмектесуге келген ау шамасы. Қандай жақсы жігіт. Қызым ау, жолың болды ғой сенің деп қуанып кетті. Мен ашуланып шибутқа қарадым да, онда тамақ қой. Ақыры көмектескіш екенсің ғой деп, қолына кеселермен ожауды беріп қойдым. Ол бақырайып қарап, мен көмектесуге келгенім жоқ, су ішуге келдім деп, бәрін қайтадан өз қолыма ұстата салды. Әрине, бұл уақытта анам шығып кеткен еді. Әйтпесе мұндай жақсы күйеу бала былай жасар ма еді? Мен тамақ құйып қонақтарға үлестіре жаттым. Енді шибутқа құйып жатырмын. Соңғы іс ащы бұрыш.
Ашы бұрышты төңкеріп салып жібердім де араластырып сүйекме апарып бердім. Міне өзім де үстел басында отырмын. Дәл алдымда Шибұт отыр. Мен тамақ ішіңіздер, ас болсын деп жымидым. Бәрі жеп ішіп мақтап жатыр. Ал Шибұт ас болсын. Мен оның түріне тамсана қарап отырдым. Ол бір қасығын алып, аузына алып бара беріп, маған қарап қалды. Сен тамағыңды ішсейші, маған немене сонша тесіліп қарайсың деді. Мен де үндемей тамағымды іше бердім. Тағы мені мақтай бастады. Артық сөз айтпайтын қыз екен десті. Ал Досик бір қасығын жеді де ештеңе өзгерген жоқ. Мен оған бақырайып қарап қалдым. Ол тәтті болыпты деді. Анашым, қолыңыз дерт көрмесін деп жей берді. Анашым болса, менің қызым менен де дәмді етіп істейді деп оған қарап көзін қысып қойды. Мен өтірік жымиып қойдым. Шибұттың анасы солай ма? Онда керемет екен. Шын мәнінде менің баламның талғамы жоғары екен. Ол ашы тамақтарды қатты жақсы көреді деп маған белгі беріп қойды. Осыдан кейін ғой Шибұтқа әсер етпегені. Бірақ алда талай нәрсе күтіп тұр оны. Оған тұрмысқа шықпау үшін бәрін істеймін. Осылай жүріп біздің отбасыларымыз той күнін белгілеп қойды. Иә, бір айдан соң мені бұл үйден алып кетеді. Сосын Шибұттың қазына алып барып қояды. Айтпақшы, мен ұйқымнан енді тұрдым. Жұмысқа бару керек. Шибұттың түрін көргім келіп тұрған жоқ. Онымен бірге жұмыс істеп жүргеніме 2 апта болып қалды. Оған шыдап жүргенім үшін маған Оскар сыйлығын берсе де артық болмас. Мен енді тез киініп жұмысқа шықтым. Ас бөлмеге кірсем, нағашы әпкем келіп қапты. Гүл әпке деп қуанып құшақтап алдым. Гүлжан әпке, қызым-ау, бой жетіп қалыпсың ғой деп жымиды да үстіме қарап, ей тентек қыз, не киіп алғансың? Көйлек киіп шық, кет бар деп ұрсып берді. Менде қызда қандай көйлек болсын? Әпке, менде көйлек жоқ деп едім, әпкемнің көзі менікінен де үлкен болып кетті. Бүгін 17:00-де жұмыстан шығып тұр. Киім аламыз деді. Мен енді аузымды аша бергенде, кет бар жұмысыңа, күйеу бала күтіп қалды деді. Мен түрімді бұзып шығып кеттім. Әне-міне дегенше жұмысқа да жеттім. Мен кіргенде Шибұт бетіне мұңды көзмен қарады. Амал жоқ, осы жалмауызға үйленуім керек деп ойлап тұрғандай. Ей Шибұт, оян деп айғайлап едім. Не болды, қашан деп тапырақтап кетті. Тым қатты ойланып кетіпті ғой. Мен күле бердім, оң демеді. Мұнаға не болған? Жарайды, жұмысқа кірісейін. Бүгін көп клиент келді, қатты шаршадым. Жұмыс уақыты әлі біткен жоқ болады. Бірақ мені Гүл әпкем базарға апару керек. Отырғанымда Досиктің телефон шырылдады. Алло? Иә, әрине, мен де сені жақсы көремін. Иә, барамын, бетіңнен сүйдім, жаным сол. Сау бол. Дәл осылай айтты. Не? Қызы бар ма? Шибұт? Сенің қызың бар ма? Жоқ. Ал қазір дей бергенде ол рахаттана күліп, ей, жарты метр, бұл қарындасым ғой, еркен ас. Кеуіңді қызғанып отырсың ба? Ей, Шибұт, сен өзіңе көп алма деп ұрсып жатқанда телефоным шырылдап қалды. Қарасам Гүл әпкем. Мен әдемі жымидым да, алло қызым, ұмытпадың ба? Азанда айтқанды, иә жаным, дайынмын, қазір шығамын деп нәзік сөйледім. Көзімнің қиығымен Шибұтқа қарап едім, ол ашуланып қызарып отыр. Мен риза болып, иә, міне шығып барам деп есікке бет алдым. Сол сәтте Шибұт шыдамай, жұмыс уақытында ешқайда кете алмайсың, бастыққа айтамын сен деді. Мен, алло Гүл әпке, күйеу балаңыз жібермей жатыр деп едім. Шибұттың көзі бақырайып кетті. Ал Гүл әпкем телефонды Досикке бер деп ұрса бастады. Мен болт жіберді, қазір шығамын деп күліп шығып кеттім. Біраз жол жүргенде әпкемді көрдім. Ол мен атақты бір дүкенге алып кірді. Міне, менің бой жеткен кезімдегі алғашқы рет көйлек киюім. Әпке, спорттық шалбар алайыншы деп армандап қалдым. Мені әлгі Шибұт жарты метр деп атанғанмен бойым анау айтқандай қысқа еместі, 163 шығатын. Шибұттың бойы 178 болса керек. Жалпы енді киімім жайлы айтайын. Гүл әпкем үстіме тізеден сәл жоғары тұратын әппақ жеңіл көйлек алды. Аяғыма кроссовки, макасы, кета киіп үйреніп қалғандықтан алып берген балеткасы жолда шешіліп, бір жерде қалып кететін сияқты. Оның өзінде әпкем аяғың түйенің табанындай, тағы өсер болса, ағаш аяқ киімгесің, қытайлар сияқты деп ұрсып жүріп алып берді. Ол маған басқа да қыздарға арналған көйлек, белдемшелер алып үйге кетті. Маған жұмысқа бар деп қайтадан жұмысыма қарай қуып жіберді.
Ай, шибіт күлетін болды ау. Мен бұрынғыдай ерлерше жүрісімен жүре алмай, қыздар сияқты көйлегімді түзеп қойып, үй алып дүкенге жеттім. Есікті ашып кіріп едім, Шибіттің қасында кішкентай қыз отыр екен. Шибіт маған бақырайып қарап тұрғанда әлгі қыз: аға, Досик аға, менің жеңгем осы ма деп маған бір, Досикке бір алақ жұлақтап қарай берді. Мен мына киіммен ыңғайсызданып, көзімді жыпылықтатып, орнымнан аттандым. Досик: иә, ерке, деді қасында қызға қарап. Мен ашуланбай, мен әлі сенің жеңгең емеспін деп бұртиып отырдым. Досик маған қарап тұрды да: егер ең алғаш кездескенде осылай жүргенде жұлдыз құрттың терісіне кіріп алған анаконда екеніңді білмей ғашық боп қалар ма едім, деді. Мен одан қатты ыңғайсызданып: менің жыныма тие берме, шаршап отыр ме, Шибут, дедім. Қарындасы рахаттана күлді. Осылай жүріп, жұмыс уақыты аяқталды. Мен Еркемен жақсы тіл табысып кеттім. Үшеуміз дүкеннен шықтық. Мен Еркенің бетінен сүйіп қоштастым да Досикке жай ғана қарап өтіп кеттім. Шаршап, шалдығып үйге де жеттім. Үйде бәрі тамақтанып жатыр екен. Менің қарным тоқ, біраз демалып алайын деп кетіп бара жатыр едім. Гүл әпкем ұстап алып сұрақтарға жаудыра бастады. Күйеу бала не деді? Киіміңе қалай қарады? Бүгін ол саған ғашық болған шығар, иә? Мен байғыз көздеріммен қарап: иә, дедім. Ол: не иә, неге өлімтігі өліп тұрсың? Тірілсей, ертең бәрін сұрап аламын, қазір демал деп кетіп қалды. Демалатында күн бар екен ау. Міне тағы да таң атты. Мен енді есінен керіліп, әйтеуір керуетінде отырғанда есік жай ашылды. Мен қорқып кетіп есікке бақырайып қарап отырмын. Сөйтсем ішке Шибут атып кірді. Дәл артынан біреу итеріп жібергендей. Мен сол сәтте енді орнымнан тұрып ұрсайын деп жатқанда ол: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you деп, жұлдыз деп, және жарты метр деп айғайлап өлең айтты. Жарты метр деген сәтінде артынан Гүл әпкем кіріп, оның басынан бір ұрды. Менің ішім күле бергеннен жарылуға шақ қалды. Дауыс керемет екен. Айтпақшы, бүгін менің туылған күнім екен ғой. Әшейінде туылған күніме бір ай қалғаннан бастап санап жүруші едім. Қазір неге ұмытып кеткем? Ойланып отырып қалыппын. Гүл әпкем жұлдыз дегенде ойымды бірақ жинақтап алдым. Қызым, саған не болған? Туылған күнің жайлы бір ай бұрын ескертуші едің. Кеше үндемей жүргеніңе таң қалдым ау. Мына жүгермек қатты әсер етіп жатыр ма деп Досиктің басын сүртіп қойды. Мен басымды Досикке бұрып: рахмет, бірақ мына даусыңмен әнші бола алмайсың, Шибут, деп енді күле бергенде мен де Гүл әпкемнен бір соқ қалдым. Екеуің бір-біріңді бұлай атауды қойыңдар, әйтпесе ажалдарың менен. Баян сұлу мен қозы көрпешті айырған қодар болып жүрмейін, түсіңдер ма, деп екеумізге қарады. Мен де Досикте басымызды изедік. Ендеше керемет, жұлдыз, кейін болашақ жарыңмен қыдырып қайтасыңдар, деді де Досикке қарап: әй жүгермек, кеттік, деп оны да ертіп алып кетті. Бір кезде қайтадан есіктен басын кіргізіп қарап: кеше мен алып берген юбканы ки, деді. Мен: тағы желбіреген бәлені киюім керек пе, дедім де амал жоқ кидім. Қолыма кенде сөмке алдым да ішіне өзіме ыңғайлы киім салып алдым. Содан шығып: мен дайынмын, дедім. Гүл әпкем үстіме жымиып қарады да шашүлгіме қарап: бері кел, деді. Мен үндемей бардым. Өздеріңіз білетіндей, шашым әдеттегідей тас төбемде түйілі. Әпкем шашымды шешті де жайып тарап қойды. Сосын маған қарап: керемет, деді. Мен түрімді бұзып сыртқа шықтым. Досик көліктің жанында тұр екен, маған қарап жымиып қояды өзінше: тоқта, көлік? Мынау көлік қайдан шыққан? Дәл осы сұрақтар менің бетімде жазылу тұрғанда бетіме қарап күлді де: бұл әкемдікі, маған бере тұрды, деді. Мен ашуланып: сенің көліңе мінбеймін, жолда лақтырып кетсең қайда барам, деп қырсыға бастадым. Сол сәтте Гүл әпкем шығып: ақымақ қыз, мін тез, деді. Иә, амал жоқ, ол мен әпкем. Міндім. Әпкеме қол бұлғап кете бердім. Ата-анам қайда екен, ағам ше? Қызық осылар. Есіме енді түскен несі? Ойланып отырып ұйықтап кетіппін. Көзімді ашсам, қиял әлемінде жеткен екенбіз. Әйтеуір Досикке қарасам, менен ыңғайсызданып отырған сияқты. Мен ұйықтап жатқанда бірдеңе болған анық. Шибут, мен ұйықтап жатқанда не істедің? Мойында, деп жағасын алдым. Ол ештеңе істеген жоқпын, шын сөзім. Валлахи биллахи, деді. Бұның да діне хабары бар екен ау деп қоям ішімнен. Жарайды. Бірақ бірдеңе болған анық.
Айт тез дедім. Сонда ол ұялыңқырап: сен ұйықтап жатып, сенің әніңді тағы естігім келіп тұр, Шибұт, дедім мен. Жоқ, олай емес, ұйықтап жатып айта салғам ғой деп көліктен түсіп, қиял әлеміне кіріп кеттім. Мен өз айтқаныма ұялып келе жатырмын. Артта Шибұт келе жатыр. Әттең тұйықс емеспін, әйтпесе мына жерге басымды тығып алып, қайта шығармай қояр едім-ау. Өзім ұялып келе жатсам, Шибұт: ей, жарты метр, деп жүгіріп қасыма жетіп алды. Мен ұялып тұрғанымды білдірмеуге тырысып: не керек, дедім. Ол: бүгін сенің туылған күнің болғандықтан сенің мінезіңе шыдай тұрайын, жарты метр қызанақ, деп күлкіден жарылға шақ қалды. Күлкі бағдарламасы алғаш рет қосылған-ау сірә деп жақтырмай қарадым. Жаңағы айтқаннан соң қызанақтай қызарып тұрған анық, сонда да түк болмағандай сөйледім. Ол кезде күлкісін тыйып: жарайды, неге мінеміз, пиратқа, бәйтерекке, хамерге мінгім келіп тұр. Сосын дикий пойызға, деді. Мен: ал мен бәріне мінем, сен төлейсің, дедім. Ол келіскендей басын изеді. Содан билет сатып алуға бардық. Суреттерге қарап тұрып, бірінші дикий пойызға мінем деп шештім. Шибұт билет алып мені дикий пойызға алып келді. Мен алдыңғы орынға жайғастым. Қасыма Шибұт отырды. Қорғап тұратын темірлер бекітілді. Міне жүрейін деп жатыр. Бәрі айғайлап жатыр. Бәрі деп айғайлауда. Мен бір ерекшелік енгізгім келді де айғайлап өлең айттым. Айғайлап жатқан қыздар үндемей қала салды. Бірде маған қосыла айта бастады. Шибұтқа қарап едім. Сен де айт дегендей түрімді бұзып қойды. Ол аспанға не жаздым дегендей мөлейіп қарады да жаймен қосылды. Міне келе сала қызықтар басталып кетті. Түскен соң Шибұт күле беріп, ішегі үзіліп өлуге сәл қалды. Басыма қарап күле береді. Телефонымды алып, алдыңғы камерасына қойып көрдім. Жоқ. Әпкемнің тарап жайып қойған шаш үлгісі. Міне, дәл мінезіңе тән шаш деп мәз ғой Шибұт. Әрине, шайтанның шашындай. Жоқ, шайтан емес, әлгі кинодағы ғалымдардың шашы десем дәл келеді. Жоқ, тоққа түскен адамның шашы. Дәл солай. Бірақ бұл маған проблема емес. Шашымды орап төбеге түйіп алдым. Мен әжетханаға барып келейін деп әжетханаға кеттім. Кіріп сөмкемдегі ыңғайлы киімдерімді киіп алдым. Спорттық шалбар мен футболка. Ең керемет киім. Шығып Шибұтқа қарай беттедім. Ол: қайда барсаң да осындай киімдерді тауып алады екенсің, деп бастан аяқ қарап шықты. Осылай жүріп бәріне мініп шықтым. Ешқайсынан қорықпадым. Менің батылдығыма Шибұт таң қалды. Бүгін менің туылған күнім болған соң ол мені тыңдап жүрді. Екеуміз енді қайтуға жиналдық. Мен қайтадан келгенде киімімді киіп алдым. Әйтпесе Гүл әпкем аямайды мені. Миым демалып қалды ғой. Күніге туылған күнім бола берсе ғой. Сен көп сөйлемесең күшті екен, деп көлікке жеткенде аузыма түйрей сөйлеп келдім. Мен бүгін сондай көңілдімін. Екеуміз үйге келдік. Мен көліктен түстім де Шибұтқа терезеден қарап: бүгін жақсы күн болды, рахмет, деп жымидым. Ол баста жимыды да сосын арам түр жасап алып: ау, деді. Мен: рахмет саған деймін, деп қатты айттым. Ол дәл сол түрмен деп тағы да сұрады. Ашуланып кеттім. Ой, рахмет деймін, дедім. Ол өтірік қана қабағын шытып: не дейді, деді. Мен одан бетер жынап: ой, қош, сау бол, дедім де бұрылып кете бардым. Ол: жарты метр, деді. Мен артыма қарап: не, деп бұртия қалдым. Оқасы жоқ, қалындығым, деп мені тыңдамастан көлігін оталдырып кетіп қалды. Мен болсам ақымақ, дедім де үйге кірдім. Кірген сәтте пах еткен дауыс естілді. Өстіме жылтырақтар шашылып жатты. Сосын туылған күніңмен, деп бәрі айғайлайды. Мен есімді жия алмай біраз тұрып қалдым. Оң жағыма қарасам, ағам үстелдің үстінде тұр. Сөйтсем, жаңағы жылтырақтар салынған шарды жарған екен ғой. Туыстарым, жақын құрбыларым бәрі осындай екен. Мен өте қуанышты болдым. Бәрі құттықтап жатты. Мен өте бақыттымын. Бәріне рахмет, мен өте қуаныштым, деп бәріне алғыс білдірдім. Содан соң мерекелік дастарханға бәріміз жайғастық. Күліп, ойнап, ішіп жедік, тілектер айтылды. Міне осылай уақыт өтіп кетті. Үйдегілер тағы да құттықтап, ұйықтауға туыстарым үйлеріне тарады. Тек жақын 3 құрбым қалды. Арамыздағы ең тентектеулі мен едім. Менен кейінгі ақымақ қыз Айдана. Ол: бүгін не болды, айтып берші бізге, деп сұрап
Дәл алдыма аяғын айқастырып отыра кетті. Оның қасына «Я, соны айтшы» деп бәрін білгісі келіп жүретін құрбым Дана жайғасты. Арамыздағы ең сабырлысы Айша. «Болашақ жарың жақсы ма әйтеуір?» деп салмақты дауыспен сұрады. Мен жымидым да. Ол бой ұзын, ақшыл, сымбатты жігіт. Оны мен сендермен сөйлескеннен де еркін сөйлесемін. Әңгімелері қызық, өзі таза ұрысқақ, менен өткен. Сонда да жаман деп айта алмайсың деп өзім риза болып, жанымдағыларға қарасам шеуі де елес көргендей болып отыр. Мен не дерімді білмей қалдым. Бірақ мен оны жақсы көрмеймін дедім. Сол сөзіме үшеуі де күліп жіберді. Айша, жаным-ау, жақсы көрмегенің осы ма деді. Мен бәрібір мойындамай қойдым. Бірақ несін мойындайды екем? Рас қой, жақсы көрмеймін оны. Біраз әңгімелескен соң олар да үйлеріне тарады. Мен ертең жұмысқа бармайым деп шештім. Жатып демаламын. Көзімді ашсам сағат 11:30 болыпты. Неге мені ешкім оятпаған? Телефонымды алсам 17 қабылдамаған қоңырау. Бөтен нөмір. Бетімді жуып асханаға кірдім. Бәрі жұмысымен айналысып жүр екен. Мен тамақтанып алдым да түскі ас дайындауға кірістім. Құлағымда наушник, өлең тыңдап жүрмін. Әлгі нөмірден қоңырау. Алло. Жарты метр неге жұмысқа келмейсің? Мен бір өзім қалай жұмыс істеймін, а? Деп ұрысып жатқан Досиктің дауысы. Мен қорқып қалдым мына баладан. Шибот, ренжімеші, бүгін шаршадым. Қойшы деп еркелей сөйледім. Қашаннан бері жақсы сөйлейтін болғансың деп Досик сөйлеп жатқанда әкем кіріп келді. Мен музыка тыңдап жатқандай болып жүре бердім. Шибот, алло, жарты метр ақымақ деп айтып жатты. Әкем, қызым, кіммен сөйлесіп жүрсің деп тосынан сұрап қалды. Мен, жай музыка қойып пап дедім. Ол мен де тыңдап көрейінші деп бір құлағымдағын алып өз құлағына қойды. Бұның бәрін естіп отырған Шибот әкем білмесін деп. Жүрегі мұз екен, көңілі күз екен, мың түрлі құбылған бір түрлі қыз екен, қиялы жүз екен, мен оны түзетем, бір түрлі болса да сүйкімді қыз екен, ай деп шырқай жөнелді. Мен күлкіден жарылуға шақ қалдым. Әкем, дауысы жақсы екен әншінің, бірақ без музыки ғой мынау деп шығып кетті. Мен күлкімді тия алмай қалдым. Әнші екейсің ғой, деп күлдім де. Бірақ саған төреш болу қайда деп әдейі кетіп тағы күлдім. Ол үндемей қалды. Алло, Шибот, жарайды, сау бол. Тоқта деп Шибот айғайлап жіберді. Құлағым, ертең жұмысқа барғанда сөйлесейікші, қазір қолым бос емес, сау бол деп тұтқан қойдым. Оның дауысын естіген соң қуанышты болып, өз-өзімен пысық бола қалдым. Анам ас бөлмеге кіріп келді де, менің жұмыс істеп жүргенімді көріп, қызым-ау, кеше бір жерге басыңды соғып алдың ба? Жоқ әлде күн өтіп кетті ме деп маңдайымнан ұстады. Мен, жарайды, жұмыс деген жақпайды екен, мен барып жатайын деп көзімді қыстым. Сол сәтте ағам кіріп келді. Каратистка қарным ашты. Бос сөйлегенше тамақ берші. Кейін Досиктің үйіне сенің тамағың үшін барып тұрамын-ау, сағынам ғой деп жымиды. Мен қуанып кеттім. Мені ма деп едім, иығыма қолын қойды да, күйіп кеткен картоптарды деп күлді. Мен жынданып иығымдағы қолын қағып жібердім де, ұнамаса өзің қуырып алыңыз, күйіп кеткен дейді ғой өзінше деп барқылдай жөнелдім. Болды қойдым, әзіл ғой, картопты өзім-ақ күйдіріп аламын. Сен сағынам ғой қарындасым деп жымиып қойды. Менің көзім жасаурап кетті. Білдірме, қол жуып үстелге отырыңыз деп. Ол қаты кездеді де шығып кетті. Мен дастархан дайындап, бәріне шай бердім. Содан соң жинап, кешкі асқа дейін анаммен үй тірліктермен айналыстым. Гүл әпкем бір істермен азанда кетіп қалған екен. Мен бар жұмысты істеп жүріп, әлгі Шибот не істеп жатыр екен? Ол аңқауды тонап кетсе де таңғалмайым деп ойлап қоям. Осылай кеш болды. Дастархан басына жиналдық. Тамақтанып отырғанда әкем, қызым, сен оқуыңды осы жақын жерге ауыстырасың, ертең барып. Құжаттарыңды әкел деді. Мен, ертең онда сол жақтағы құрбыларымен біраз күн болайын дедім. Содан кейін үнсіз тамақтандық. Бәрі өз бөлмесінде. Мен де ұйықтай алмай жатқанда телефоным шырылдап қалды. Шибот. Алло деп қыз сияқты нәзік сөйледім. Ал ол жартыбас сонықпай, жарты метр өзің ба? Даусыңа не болған? Әруақ көрдің ба? Жоқ, оны сен қорқытпасаң, ол сені. Сөйлемеш, не болды? Жай қалындығымен сөйлесейін деген. Аха деп күлді.
Күлкіні сатып алдың аба? Жоқ, сдачаға берілген күлкі ғой. Оны ғой ертең келесің ғой, я? Не болды, Шибут, сағынып қалдың ба? Жоқ, енді жай ертеңде сенен демалсам жақсы болар еді дегенім ғой. Әйтсе психикалық ауытқулар пайда бола бастаған сияқты. Сенің кесіріңнен деп айтқанда, жыным келіп, онда қуана бер. Мен бір апта жоқ боламын. А? Не? Не үшін? Оқу жаққа барып құрбыларыммен біраз жүремін деп едім, үндемей тұрды да, мен ұйықтаймын деп өшіріп қойды. О, тоба, осындай да адам болады екен ау. Іштей Шибутты жерден алып жерге салып жатып ұйықтап кеттім. Көзімді ашсам таң атып қалыпты. Тез киініп оқу жағыма жол тарттым. Бір күндік жол, пойызда отырмын. Ішім пісіп кетті бар ғой. О, Шибут қоңырау шалып жатыр. Алло. Ой, жарты метр қойшы болды. Жеңілдің ба? Қалайсың? Шүкір, керемет, сенш. Ой, жаман. Неге? Сенсіз әрине құлағым тыныш, бірақ дүкеннің жұмыстары шаршатты. Одан да мені сағынып кеттің дей салшы, Шибут. Ой, қойшы, олай емес, алдама. Жарайды, мен сені дей бергенде сол еді, жел үзіліп кетті. Жолда сет ұстамайтын жерден өтіп келе жатыр екенбіз. Оның сөзін аяқтату керек еді. Туй, жолда ұйықтап қалыппын. Ұйықтап оянып жүріп, көздеген жеріме де жеттім. Телефонымда да сет жөнделіп қалыпты. 21 рет хабарласыпты. Ай, Шибут, алдымен оқып жүрген жеріме барып документтерімді алдым. Әрине ауысатын жерім дайын. Содан құрбыларыма хабарластым. Хабарласа салып Ақнұр мен Айсана осында келді. Біздің Ақнұр сән қой қыз еді. Менің киім мен шашыма аллергиясы бар десем де болады. Ал Айсана ешкіммен жұмысы жоқ, бейғам қыз, дәл қой сияқты. Үшеуміз асханаға барып түрлі әңгімелер айттық. Мен осы жерде бір аптадай жүрсем деп едім дегенде, Ақнұр қуанып кетіп, біздің үйге қонасың деді. Мен жымиып басымды изедім. Қонатын жер бар, енді уайымсыз өмір сүрсем болады. Әңгіме айтып, күліп ойнап қайттық. Міне, Ақнұр екеуміз үйге келдік. Үйлері сондай үлкен, көп қабатты екен. Хан сарайына келгендей болдым. Мына үйді біздің жабайылар көрмесін деп қоямыз ішімнен. Кіріп Ақнұрдың ата-анасымен сәлемдесіп, Ақнұрдың бөлмесіне бардық. Ақнұр маған бөлек бөлме дайындап қойыпты. Сол жерге кірдім. Ақнұр үйінде жалғыз қыз сияқты. Мен Ақнұрдың киімдерін киіп, сол бөлмеге жайғастым. Бәрі ұйықтап жатыр. Мен шөлі қысқан соң су ішуге шықтым. Енді су ішіп тұрғанда артымнан бір ер адам келіп. Қыз, не істеп жүрсің, а? Деп иығыма қолын қойып, зілді даусымен сөйледі. Мен қолынан ұстап алдыға қарай лақтырдым да қолын қайырып үстіне отырып алдым. Ұры, көмектесіңдер деп айғайладым. Әлгі оңбаған ұры, жібер, мен ұры емеспін деп босануға тырысып жатыр. Мен ашуланып басына бір ұрдым. Сол сәтте Ақнұр жүгіріп кепті. Артынан ата-анасы да жетті. Аға, балам деген дауыстар шықты. Мен таң қалып, аға, балам дедім де тез үстінен тұрдым. Кешіріңіз, білмей қалдым, шын айтам деп ақтала бастадым. Аға, балам-ау қыздан деп үйдің іші күлкіге бөленді. Ал бейтаныс жігіт бетіме қарап, кешір, сені мынау дәу деп ойлап қалдым деп Ақнұрға қарап жымиып қойды да, менің атым Әнуар, сеніңші деп жылы қабақтанды. Мен Жұлдызбын дедім. Ол қолын ұсынды, мен де бердім. Танысқаныма қуаныштымын, Жұлдыз дегенде мен жай ғана жымидым. Сосын ол үнсіз қалды. Ал менің есіме өзімнен өзі Шибут түсіп кетті. Оны алғаш кездестіргенде ұрғаннан кейінгі реакциясы жақсы еді ғой. Ойланып тұрғанда Ақнұр, болды, махаббаттарын оянбасын, ұйықтайық, Джеки Чан деді де мені алдына салып алып кетті. Бөлмеме кіріп жатқаным сол еді, Шибут хабарласты. Мен даусымды ұйқылы қылдым да, алло, ұйықтап жатырсың ба? Иә. Жарайды, сау бол. Жоқ, деп даусым қатты шығып кетті ол. Өй, арама, ұйықтап жатқанда жоқсың ғой. Сенен актриса шықпайды деп рахаттанып күліп алды. Мен ашуланып, Шибут, жыныма тиме, өшіріп қоям қазір дедім. Ол болса болды. Сонымен бүгінгі қызықтарды айт, деді. Мен келгеннен бастап Әнуарға дейін айтып бердім. Ол бәрін қызығып тыңдап отырды да, Әнуар туралы айтқанда дауысы өзгеріп жондап кетті. Мен айтып болған соң екеуміз де үнсіздік болдық. Сосын ары қарай не болған білмеймін, ұйықтап кетіппін. Азанда керіліп тұрдым да жуынып төменге түстім. Бәрі жиналып қапты. О, Джеки Чанка деді Әнуар. Мен күлдім де, ас болсын деп отырдым. Тамақтанып болған соң Әнуар: Жұлдыз, бүгін кешке Ақнұр екеуміз киноға барсақ қалай болады деп.
тосыннан киноға шақырдым. Үшеуміз болсақ жақсы дедім. Ақнұр күліп жіберді. Мен бөлмеме бардым. Тағы Шибут хабарласып жатыр. Алло, ұйқыбас? Кеше кім ұйықтап қалды? Жаман қорылдайды екенсің ше? Ұйқылап қалмадым әйтеуір. Кетші Шибут, жыныма тимеш, бүгін кешке біз Әнуар, Ақнұр үшеуміз киноға барамыз дедім. Тадан телефон өшіп қалды. Ой, Шибут десе. Міне кеш болып қалды. Бір кезде бөлмеме Ақнұр жүгіріп келді. Жұлдыз, біреу келіп тұр. Сенің күйеуіңмін деді. Не, Шибут? Мен оған мекен жайымды кеше айтып едім ғой. Ол емес шығар деп үміттендім. Мен далаға жүгіріп шықтым. Жоқ, мынау расында. Жарты метр, не істеп жүрсің сен? Болашақ жарыңды жұмыста жалғыз қалдырып деп. Болашақ жарыңды дегеннен әдейілеп қатты айтып қояды ғой өзінше. Мен тұрымды бұзып, сенің не жұмысың бар? Мен сенің болашақ жарыңмын? Шибут деп берген болады. Көп сөйлемейш деп қасыма келіп, аузымды қолмен жауып қойды да Ақнұрға қарап. Маған билет жете ма киноға деп жымиды. Ақнұр сасқалақтап қалды да, жетіп қалады деді. Осы уақыт бойы оның қолы менің аузымды жауып тұрғанына шыдап тұрдым. Бірақ ары қарай шыдай алмайым. Қолын тістеп алдым. Жарты метр адамның да етін жейтін бе едің? Оны қойш, неге келдің? Киноға барым келді. Сол жақта да кино бар ғой. Әнуар қайда деп тосынан сұрап қалды. Ақнұр екеумізге кезек-кезек қарап тұр еді, Досикке қарап қалды. Ол сол жерге барады бірден. Біз өзіміз барамыз дедік. Досик. Тамаша, мен көлікпен келдім, жинағыңдар, онда мен күте тұрамын деді. Екеуміз үйге кірдік. Жұлдыз, Арамы, неге айтпадың? Нені? Жігітің барын. Ол жігітім емес, ата-анам тұрмысқа беріп жатыр осы Шибутқа. Бірақ бара-бара ұнап келеді ше деп күліп бөлмеге кеттім. Кеніп шықсам, Ақнұр әлі жоқ. Шибут, барлық заттарыңды жинап шық, ары қарай үйге қайтамыз деп салмақты түрмен дәл күйеуім сияқты сөйледі. Мен кіріп жинап шықтым. Бір қызығы қалай оған бағынып қалғанымды түсінбей қалдым. Сен ғой, Ақнұр да шықты. Ол сондай әдемі киінген. Досик бетіне қарап ойланып тұр екен. Менің жыным кеп басымын бір ұрдым. Қызғаншақ, деді Ақнұр. Мен қызғанғаным жоқ деп Шибутқа қарасам, сойған түлкі сияқтар жиып отыр. Әлі көресің деп қоямшы мен. Үшеуміз үнсіз отырып келдік. Міне, кинотеатрға да жеттік. Әнуар бізді күтіп тұр екен. Үшеуміз қасына келдік. Әнуар Досикке қарады да, мынау кім деді. Мен енді сөйлей бергенім сол еді. Ол, мен Жұлдыздың күйеу жігітімін деді. Әнуардың түрі бірден бұзылып кетті де маған қарап, рас па деді. Мен басымды изедім. Бұл ісіме Шибут қуанып кетіп, жаным, екеумізге билет, жоқ, төртеумізге де аламын. Қандай кино көреміз деді. Әнуар, мен кетуім керек деді де кетіп қалды. Қызық, мен ұнатып қалса керек. Шибут болды. Актерлігін қой, мен ужастик көремін деп кино таңдауға кірістім. Маған ұнаған кино Кукла болды. Үшеуміз соған кірдік. Ақнұр ұйықтап қалыпты. Мен қызығып көріп отырмын. Қасымда Шибут біресе маған, біресе киноға қарап қояды. Екеумізде қолымызда бір попкорн. Қыз қабырғада картинкаға жақындады. Бұл суретте әкесі, анасы және бір кішкентай баласы болды. Қыз баланың көзіне қарап жақындап, тиесіліп, үнсіз қарап тұрғанда, картинкадан бір адамның қолы шығып, қыздың мойнынан ұстап алды. Дәл осы сәтте Досик селк ете қалып, попкорн төгіп алды. Қорқағай, деп оның үстінен күле берді. Осылай кино да бітті. Біз Ақнұрды үйіне алып бардық та, ары қарай өзіміздің үйге қайттық. Бір күндік жол машинамен қысқарақ болады екен. Жолда келе жатырмыз. Досик бір кезде маған қарап тұрды да, жарты метр деді. Не? Менің саған шынымен үйленгім келеді дегенде, менің ішімде көбелектер ұшып жүргендей болды. Мен сасқалақтап отырып, дей салыппын. Ол бір түрлі болып қалды. Одан кейін үндемеді. Мен де үндемей отырдым. Осылай тағы да ұйықтап кетіппін. Жарты метр ұйқыбас деген дауыстан көзімді аштым. Көзімді ашсам дәл алдымда Шибут тұр. Мен оның көзіне бақырайып қарадым. Ол дереу күлкісін тыйып үндемей алдына қарап отырды да, жеттік деді. Мен, рахмет деп түсіп бара жатыр едім. Жұлдыз деп Шибут көліктен түсті. Менің ішімде тағы да сол көбелектер. Не болды Шибут деп бұрылдым. Ол, сен негізі маған ұнайтын сияқтысың. Қызым боласың ба? Бәрібір үйленеміз ғой деді.
Тіптен ататында жөндеп жеткізе алмайды. Мен оған қарап тұрдым да, ойлануым керек деп үйге тез кіріп кеттім. Үйге кіргенде бәрі маған таңғалып қарады. Әрине, қалай таңғалмасын? Мен бір аптаға кетіп едім ғой. Ағам, не болды, Жұлдыз, құрбың қуып шықты ма? Расында, қызым не болып қалды деп анам да алаңдаулы түрмен қарады. Гүл әпкем, күйеу бала қайт деді ма деді. Әкем жай ғана әр айтқан сөзге зұлым кейіпкерлер сияқты күліп отыр. Мен бәрінің сөзін тыңдап ашуланып кеттім де. Сіздердің анау күйеу балдарыңыз адам болмайды. Бір жаққа барсам артымнан жетіп келіп әкеліп қояды. Бірдеңе айтсам жыныма тиіп мазақ қылады. Ең маңыздысы оның бәрі үйленбей тұрып, тіптен жөнді сөз сала да алмайды. Осындай топас болса да ол Шибутты қалай ұнатты ма деп ашуланып бәрін айтып тастадым. О, жоқ, болды, басталды. Ағамның өмірі күліп көрмегендей күлкісі. Мен жынданып бөлмеге кіріп кеттім. Жатқаным сол еді, Досик қоңырау шалып тұр. Алло, ойландың ба? Әлі жарты сағат өтпеді ғой. Қазір жауап бер. Не? Қазір жауап бер, сен маған ұнайсың. Мен саған ше. Болсай, ой, я ұнайсың, келсем. Саған тұрмысқа шығам дедім де телефонды өшіріп ойланып жаттым. Жол бойы ұйықтап келген соң ұйқым келмеді. Компьютерден той көйлектерін көрдім. Керемет көйлектер бар екен. Осылай отырып таң атып қалыпты. Мен жұмысқа жиналдым. Әпкем алып берген көйлекті кидім де шашымды жайып алдым. Қыз деген осындай болады екен ау дедім айнаға қарап. Міне жұмысына да жеттім. Шибут алы келмеген. Мен бүгін формамды кимедім, жай отырдым. Бір кезде Шибут келді. Мен неге кешігіп жүрсің, ақмақ деп ұрсып жатыр едім, артынан Еркеназ кірді. Ол женше деп жүгіріп келіп мені құшақтады. Ағаң мені ұрыспасын деп сені әкелді ма? Деп мен де оны құшақтадым. Досик қасыма келіп күліп қарады да. Менде саған сыйлық бар деп қалтасынан жүрек алқа шығарды екеу. Дәл бір кішкентай бала сияқтысың деп күліп жатыр едім. Ол қайтадан қалтасына салып қойды да, алма онды деп отырып алды. Мен берші, ұнады маған деп қолына жармастым. Ол қалтасынан қолын шығарды. Бірақ жұдырығын ашпады. Мен оған қарап, арам күлдім де. Менің адам етін жейтін білесің ғой дедім. Ол жарайды тоқта деп алқаны мойныма өзі тақты да, енді маған тақ деді. Мен алқаны алып өз қолыма тағып алып қаштым. Еркеназ алға, женше алға деп күліп отыр. Бірақ Шибут ұзын болған соң аяғы да ұзын, аяғы ұзын болған соң аттаған адымы да ұзын. Ой, қысқасы ұзын ғой, сондықтан ұстап алды. Мен де оған тағып бердім. Содан қыз бен жігіт болып жүріп жатқанымды сезініп қалдым. Көзді ашып жұмғанша той күні келіп қалыпты. Мен бүгін қалыңдықтың кейпінде үйден кетемін. Гүл әпкем маған әдемі қазақша көйлек таңдап берді. Сол көйлекті алып үйге келдік. Үйге келіп киіп алып анама көрсеттім. Қысқасы бәрі тамаша болып жатыр. Тек бұл оны үймен қош айтсатын болмаса, білемін, қыз бала жат жұрттық. Маған бірақ сонда да қиын. Айша, Айдана, Дана, Ақнұр және Айсана біздің үйге келді. Ақнұр мен Әнуарды шақырып едім ғой, деп едім. Біреу Әнуар деді ма? Деп Әнуар да кіріп келді. Мен онымен амандасып, қасымызға қосып алдым. 6 қыздың арасында бір жігіт деп Айдана күліп жатыр еді. Айша, Айдан, несі бар екен? Сен оны қайта құрметтеп отыруың керек. Ер адам қыздан бір саты жоғары тұрады ғой деп тағы да салмақты түрмен сөйледі. Әнуар жалт ете қалды. Ой, Әнуар, мен сені таныстырмаппын ғой деп әңгімені бұрмалап әкеттім де. Мынау Айша, менің сыныптас құрбым. Ол намаз оқиды. Ал мынау Айдана, менен кейінгі ақмақ қыз. Миының сымдары тимей қала береді деп Айданаға қараған кезде бұртия қалды. Мен сөзімді жалғастырып, ал мынау Дана, ол біздің білгішіміз. Айсана мен Ақнұрды танисың. Ал қыздар танысып қойыңдар, бұл менен таяқ жеген балдардың бірі Әнуар дегенде, Әнуар жерге қарап күлді де көздің қиығымен Айшаға қарап қойды. Бізде тағы да бір жұп пайда болайын деп тұрма, қалай өз деп білгіштаны күліп қойды. Біз бәріміз түсініп күлдік. Әнуар мен Айша түсінбегендей болып отыр. Өтірік періште болып қалуын қараш. Біз кешке дейін уақытты қызықты өткіздік. Шибут, яғни Досжан, кешке дайындалып жатқан болар. Қандай сезіммен жүр екен. Міне, той басталып та кетті. Досжан екеуміз дәл түсімдегідей, бірақ
Менде ұзату көйлегі, той емес. Ақ матаның үстінде қол ұстасып келеміз. Жолда бәрі бетіме сүйіп жатыр, танитын танымайтындар жүр әйтеуір. Туыстарым көп екен-ау. Түсімдегідей шалып қалмасын деп оның аяғына қарап қоям. Сақтықта қорлық жоқ дегендей. Міне ақ мата аяқталған жер. Тағы бір қауіпті жер. Мені досжан көтеріп алды. Менің сүйегім ауыр, көтере алмай құлап ұятқа қаламыз ба деп қатты қорықтым. Құлап қалып қазақша көйлегім басыма қапталып жатса тағы да. Қой, өз бәлесімен кетсін. Бәрі жақсы әйтеуір. Міне, жоқ, біздің үйімізге жеттік. Мен бақыттымын. Мендей қырсық, бойы қысқа қызға, сымбатты, бойы ұзын жігіт жолықты. Тойда болмағандардың бәрі маған әдемісің деп жатты әйтеуір іштей. Досжанды аяп тұрған шығар. Бірақ олардың не ойлағанды жұмысым жоқ. Ең бастысы мен өз бақытымды жолықтырдым. Сіздерге де соны тілеймін. Тойдан кейін бірнеше жылдар өтіпті. Бұл үйдің алдында қазір кішкентай Досжанның және кішкентай Досжаннан да кішкентай Жұлдыздың аяқ киімі және Жұлдыз бен Досжанның аяқ киімдері тұр. Әңгіме сіздерге ұнады деген ойдамын. Кішкене болсын көңілдеріңізді көтерген болсам қуаныштымын. Алдағы уақытта кереметте әңгімелер ұсынамын. Күтіңіздер. Назар аударғаныңызға рахмет. Ұнаған болса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер.